Баршаңызға қайырлы күн. Испанский чизкейк дайындаймыз. Ол үшін алдымен 750 грамм творожный сырды миксермен жақсылап біріккенше араластырамыз. Сыр жақсылап бірігіп араласқаннан кейін 4 жұмыртқаны бір-бірлеп салып жақсылап араластырамыз. Осылай бірікпей қалған жерлерін лопаткамен араластырып жіберіп, тағы бір араластырып алсаңыз болады. Сыр мен жұмыртқамыз жақсылап араласып болғаннан кейін, үстіне 250 грамм қант салып, тағы да бірге араластырып аламыз. Қантымыз біріккеннен кейін 30 грамм кукурузный крахмал қосып, тағы бір араластырып аламыз. Енді 350 грамм 33% сливкемізді құйып, жақсылап араластырамыз. 22 диаметрлік формаға пергамент қағазын төсеп, дайындап қоямыз. Алдын ала пешімізді 170 градусқа қыздырып қоямыз. Біздің массамыз қатты қою емес, сұйықтау болып шығады, қаймақ сияқты. Соны формамызға салып, 45 минут пісіріп аламыз. Біздің чизкейкіміз осылай пісті, көтеріліп. Ол уайымдамаңыздар, холодильникте 8 сағат тұрғаннан кейін өзі басылады. Міне холодильниктен алып, осылай формасынан шешіп, осылай өзіңіз қалауыңызша сәндейсіздер. Шоколад немесе жеміс-жидектермен сәндеуге болады. Чизкейкті дайындап көріңіздер. Өте дәмді чизкейк. Ас болсын.